Армысыздар, ардақты ағайын. Эфирде ой түйін бағдарламасы. Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күні Қазақстан Республикасында қараша айының 3-ші жексенбісінде атап өтіледі. Әрине, ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің барлығын шын жүректен құттықтаймыз, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Соған орай бүгінгі бағдарламамызға ауыл шаруашылығы қызметкерлері салалық кәсіподағы республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілі және Астана қаласы бойынша филиалының төрағасы Достаев Қайынғазы Жаңабекұлы қатысып отыр. Келе жатқан кәсіби мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Қайынғазы Жаңабекұлы, енді ауыл шаруашылығы ел халқының өмір сапасын арттыруға қолдау көрсететін, ықпал ететін бір ел экономикасының бір саласы. Әрине, еліміздің ауыл шаруашылығы егін, өсімдік, мал шаруашылығынан, қайта өңдеу салаларынан тұрады. Бұл салада агроном да бар, тракторшы да бар, ғалымдар да бар, комбайнерлер да бар, басқа да еңбеккерлер бар. Олар барынша күні-түні еңбек етіп, отандық аграрлық сектордың дамуына қолдау көрсетуде. Дегенмен де бұл салада әрине соңғы жылдары елімізде ауыл шаруашылығы туралап қалды. Оның даму жолдарында бір кедергілер мен проблемалар болды. Сыбайлас жемқорлық болсын, немесе бір субсидия жағынан болсын, бір ауыл шаруашылық қызметкерлерінің проблемалары көп жалпы. Биылғы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің 1 қыркүйектегі жолдауында ауыл шаруашылығын дамыту негізгі проблеманың бірі осы саладағы ахуал мемлекетіміздің азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді деп атап өтті. Үкіметке агроөнеркәсіп саласын субсидиялаудың ұзақ мерзімге арналған жаңа тәсілдерін әзірлеуге тапсырма берді. Жолдаудан кейін проблемалар мен кедергілер жойылып жатыр ма? Қандай мүмкіндіктеріміз бар? Кәсіподақ тарапынан қандай қолдау көрсетілуде? Өз ойыңызды айтсаңыз. Рахмет, Қайрат Нағанұлы. Осы бүгінгі біздің салалық ауыл шаруашылық Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығының күнінде мерейдің алдында былай бізбен кішкене сұхбат алып дегендей шақырғаныңызға рахмет. Жаңағы айтқан сұрақтарыңыз өте жөнді де, өте дұрыс. Негізгі қазіргі енді біздің Қазақстан Республикасының шет елдерді алсақ та, жақын алыс мемлекеттерді алсақ та, ең бірінші қазір бәр жердегі тұрған ол азық-түлік қауіпсіздігі. Ол енді айтады ғой, тайға таңба басқандай, бәрімізге белгілі, бәріміз білеміз. Сондықтан енді сол бірінші жаңағы азық-түлік қауіпсіздігін көтеру үшін ондай қауіпсіздікке өзіміздің Қазақстанымызда оған дейін жеткізбеу үшін біздің ауыл шаруашылыққа өте үлкен зор маңыз беру керек. Жаңа айтып кеткеніңіз, қыркүйектегі биылғы жылы президентіміздің жолдауындағы ауыл шаруашылығында өте үлкен маңыз бөліп, былай айтқанда, енді контрольдің бірі деп, енді бақылауды өз қолына алғандай, сол өте біздің қазір ауылдарда бар жердегі жұмысшыларымыз, жұмыс берушілеріміз соған өте сенімді, қуанып отыр. Осыған орай енді мына қыркүйекте басталып кетті ғой, осы үндеу кетті. Бізде қазір облыстарда жергілікті облыс кәсіподақтарымыз бар, одан кейін филиалдарымыз бар. Түгел қазір енді 20 облыс болса, оның 17-інде бәрі құрылған, бәрі жұмыс істейді. Жаңадан ашылғандар да енді құрып жатырмыз. Енді жаңағы өзіңіз айтып кеткен беріп жатқан көмек неге? Енді біздің қазір бірталай облыстардың өкілеттері, төрағалары мен төрайымдары жаңағы комиссия мүшесіне қоғамдық бақылау ретінде кіріп жатыр. Ол өте қуанышты. Бізге жаңалық дейміз. Бұлай айтып кетсек, бізде енді азық-түлік қауіпсіздігінде Қазақстан Республика бойынша продкорпорация дейтін үлкен жауапкершілігі шектеулі серіктестік бар. Сол жерде біздің салалық кәсіподақтың төрағасы Егор Яковлевич Капель ақша, енді айтады, қаржы бақылау несінің төрағасы болады, қоғамдық бақылау жағынан. Ол да үлкен әсер етіп отыр, ықпал беріп отыр. Себебі
қай енді өңірлерге қай жаққа көмек көрсету ақшалай продкорпорация ұн береді, басқаларын береді, енді бәріңдеріңіз білесіз ғой. Сонда енді біздің де кәсіподақ жағынан да бақылау бар. Енді қоғамдық бақылау болса да, сол комиссияның ішінде төрағасы болып нетеді. И облыстарда да жаңа айтып кеткендей, біздің қазіргі төрағалар мен төрайымдар осындай комиссияларға кіріп жатыр. Бұл енді бұрын бұлай болмаған секілді, бұрынғы кезде нақты үндеуде, енді үндеу бергенде ауыл шаруашылығына деп 1 миллиард, 1 триллион дегендей қаражы бөлініп жатыр деп, тек қана сол ауыл шаруашылық жағын көтеруге. Ол біздің қазір ауылда тұрып жатқан ағайындарға бәріне өте жақсы әсер етіп, ықпал айтады ғой. Жұмыстарына кішкене болса да әсер етіп, олар кішкене көңілдері көтеріліп, қандай жаңалықтар болады деп, соған үміттеміз. Енді ары қарай қалай оны жасайды нетеді, ол енді өкімет пен министрліктің құзырында. Ал енді жаңағы қалай, жаңа айттыңыз, енді жаңағы берген жолдауында қалай біздің кәсіподақ жақтан көмек бар ма, не бар дегенде, ол үшін ең бірінші ұмытпауымыз керек. Жаңағы ауыл шаруашылығы, жаңағы азық-түліктің қауіпсіздігін кім оны жасайды, кім өңдейді, кім шығарады? Ол біздің қарапайым жұмысшыларымыз, біздің ағайындар. Ауылда тұратын, басқа жерде, қалада тұратындар, ол өз еңбектерімен осы жаңағы қауіпсіздік жағын болдыртпау үшін толығымен азық-түлік қамтамасыз жұмысына кірісіп жатыр. Ол үшін енді бізде енді кәсіподақ, енді заңға сәйкес, Қазақстан Республикасының кәсіподақ заңына сәйкес, одан кейін басқа заңдар бар. Және бізде енді жаңағы біздің жұмысшылардың, кәсіподақтың мүшелерінің жалақылары да, еңбек қауіпсіздігі жағынан да, әлеуметтік жағынан да олар тыс қалып қалмасын деп, бізді атсалысып, оны бақылауда ұстап отырамыз. Енді қоғамдық бақылау болса да, енді біз оны өте зор маңызды бақылап отырмыз. Егер бұлай айтып кеткенде, 2021 мен 2023 жылға қазіргі істеп жатқан келісім шартымыз ауыл шаруашылық министрлігімен, жаңағы біздің ауыл шаруашылық қызметкерлерінің кәсіподағының қоғамдық бірлестігімен, және бұрын егер атамекен қол қойса, бір жұмыс беруші жағынан, біз қазір ол неден, модельден тыс кеттік та, түгел қазір бізде ассоциация дейді, союз дейді, одақтар, солардың төрағаларымен, президенттері мен недермен қол қоямыз. Біздің қазіргі келісім шартымызда министрдің жағынан өкілетін қолы тұр, салалық кәсіподақ Егор Яковлевичтің капельдің қолы тұр, және 8 жаңағы мен айтып кеткен одақтар мен ассоциациялардың төрағаларын қолдар тұр. Себебі бәрін біз қазір енді қамтып отырмыз. Әрине, ауыл шаруашылық қызметкерлерінің, жұмыскерлерінің лайықты еңбекпен қамтамасыз етуде салалық келісім, одан кейін ұжымдық шарттың маңызы зор. Енді биыл қандай қосымша тармақтар енгізілді осы қол қойылған кезде? Енді бұлай айта кетсек, енді біз өзіміздің келісім шартты құпия ретінде ұстамаймыз. Біз осы біздің кәсіподақ федерацияның, Қазақстан Республикасының газеттерінде де, бәр жерінде біз оны жариялап жазғамыз, көрсеткенбіз, қандай біздің жаңағы айтады ғой, әлеуметтік жағдай жағынан қандай жақсылықтар бар, еңбек қауіпсіз жағынан, жаңа өзіңіз сұрап отырғандай, оған ары қарай да біз енді 3 жақтың комиссиямыз 15 адамнан тұрады. Жаңағы министрлік жағынан, жаңағы жұмыс беруші жағынан, олар енді ассоциация жаңа айтып кеткеннен кейін, олар енді көп болғаннан кейін, біз де өз жағымызды 15 адамнан күшейттік. Әр аймақтан, әр облыстардан бір мүше ретінде адамды кіргіздік соған. Енді біз желтоқсан айында тағы бір отырысымызда, тағы осы жаңағы жұмыс істеп жатқан келісімге
қосымша кіргіздік. Ол қандай қосымша? Жаңа өзіңіз сұрағы айтып отырсыз ғой. Кей кезде осының алдында көп жауапкершілігі шектеулі серіктестер, жаңағы ауыл шаруашылық қожалықтар, басқаларда жаңағы жыл біткенде инфляция дейміз ғой, сол инфляцияны кіргізбейтін. Әртүрлі сылтау тауып нетіп. Біз қазір осы қосымшасына міндетті түрде жыл біткенде қандай енді инфляцияның несі беріледі, пайызы, соны ендігі жылға көтеру дегендей. Міндетті түрде. Одан кейін жалақыларына индексациялау бойынша. Жалақыларына индексация. Иә, индексация. Ол бұрын кішкене қиындау болғанда, қазір енді ол да енді кішкене біз оны түсінуіміз керек. Ол жұмыс беруші, қандай жұмыс беруші болса да біздің салалда ол енді өз қолында көп нәрсе тұрған жоқ. Оның жоғары жағында айтады ғой, правлениялары болады, басқару болады, анау болады, сол жақ шешеді ғой. Ал енді мына салалық келісімді алып барып айтады, мына қосымшасын міне осылай қабылданды, енді қайтсек те беруіміз керек деп сол кіреді. Енді жаңағы келісім 21-23 жылға келісімізде, салалық келісімізде бір айта кетуіміз, енді қазір енді біздің кәсіподақ мүшелеріміз, жұмысшыларымыз ғой, енді жұмыс беруші болса да, жұмыс істейтін болса да, олар біздің кәсіподақтың мүшелері. Ақшалай ол жақсы ғой, не дейді, премия дейді, не алады дейді. Бірақ енді біз қазір өзіміздің салалық наградаларын әртүрлі бекіткенбіз. Оның ішінде төс белгісі еңбек даңқы 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежесі бар. Жақсы жұмыс істегендерге ар жақтан өздерінен марапаттау қағаздары келетін етеді. Және елеулі еңбек үшін медаль. Уже 2-ші жыл болды. Жаңағы Өскемендегі айтады ғой, монетный двор дейді, сол жерден разработка жасап, жаңағы жобасын бәрін жасап, бекіткенбіз заңды түрде. Енді айта кеткеніміз, бізде енді жаңағы келісім шарт бойынша, егер жақсы істейтін жұмысшылар 3-шісін, 2-шісін, 1-шісін алғандар, енді айтады ғой, үш еңбек даңқының иегері болса, оған жұмыс беруші міндетті түрде ай сайын 5 төменгі көрсеткішті төлейді. Ол қазіргі күнгі 15 мыңдай. Бірақ ол да жақсы не көмек. Қазір енді бұл тармақ енгізілді. Ол енгізілді, и тағы бір несі бар. Енді кейбіреулер ойлап қалады, қазір кәсіподақтар өздеріне береді деп. Жоқ, оны қазір осындай еңбек даңқындарды қазір бізде жаңағы марапаттау қағазында кәсіподақтың төрайымы ұсыныс жасайды, және қол қойып печатын мөрін басады жұмыс беруші. Жұмыс беруші алдын ала уже біледі, что так 2-шіні алды ма, 1-шіні уже алып отыр, 3-еуін алса, ол уже міндетті түрде алғаннан кейін жаңағы 5 несін қосып береді. Бұл түсінікті. Енді мен түсінгенім, жыл сайынғы инфляция деңгейіне байланысты индексациялау жұмыс беруші тарапынан, ол мына алдағы биылғы жылдың желтоқсан айындағы отырыста талқыланып қабылданады. Солай? Иә. Өте түсінікті. Енді мына кәсіподақ мүшелерінің, ауыл шаруашылығында істейтін қызметкерлер, жұмыскерлердің мүддесі мен құқығын қорғауда. Мәселен, бір облыс, шалғай облыс деп айтайық, сол шалғай ауылында тұратын фермер, бір егінші, мысалға, өз мүддесін, бір құқығын қорғау үшін, ол жерде мысалға интернет істемейді, байланыс жоқ деп айтайық. Қайда барады? Қалай қорғайды? Кімге жүгінеді? Ол енді өте қызық сұрақ, бірақ өте айтады ғой, оның мағынасы зор, жаңағы қойған сұрағыңыз. Шалғай ауылда тұрады, қайда барарын білмейді. Иә, шалғай ауданда. Бізде әр кәсіподақта, облыстарда, жаңағы аймақтарда, олардың енді бастаушы ұйымдары бар ғой, жаңа өздеріңіз айтып кеткенде интернеті бар, интернет жоқ. Бірақ біз жаңағы мына қайтадан келісім шартқа қайтадан келсек, ол жерде біз келісім комиссиясын
түгел ережесі бар согласительный комиссия дейді ғой. Соның түгел ережесі бәрі жазылып берілген. Біз өзіміз аймақтарға барғанда, кәсіподақтың төрағалары барғанда сол қарайды, бар ма жоқ па, қанша адам шағынбады. Ол бір. Ол енді өз ұжымы өзінде болған кейін оларға да өз құқықтарын беру керек. Өздері ішінде жаңағы ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілу керек. Нақты айтты. Бастауыш ұйымдар, одан кейін өңірлік аймақтар. Одан кейін жаңағы айтып кеткен облыстың кімдері, төрағалары өздерінің аппараттары бар ғой. Соларды аралайды. Оған қосымша біздің өзіміздің салалық кәсіподақтың жоспары бойынша 90-да жарты жылдықта бізде аппарат әртүрлі өз жоспарымен жаңағы өңірлерге шығып, өзіміздің қандай жаңалықтар бар, қандай оларда қандай бізге сұрақтары бар, қандай қиыншылықтар бар, солармен біз барып кездесеміз. Осы мұна егер айтып кетсек, осы мұна жаз кезінде мұна жарты жылдықта өз басым енді мен Алматыда болдым. Алматының біздің филиалының төрағасына көмектесіп, бастауыш ұйымдар құрдық қосымша және енді қазіргі біздің заманымызда дейді ғой, мына 2 жыл болды, 1-2 жыл. Қазір әкімшіліктер де бізге кішкене көзқарастарын өзгертіп, бір жаққа бұрыла бастады. Ол мысалы айта кетейін, осы барғанда, осының алдында Егор Әкіш өзі барған, Алматы жаққа, Алматы облысына барған, Қонаев қазір қаласына. Әкімдер қазір бұлай көмек көрсетеміз деп, бұлай жылы лебізбен кәсіподаққа қарай бастады. Соның біреуі, жаңа айта кетейін деген, Алматыда жаңағы кәсіпкерлер палатасы емес, кәсіпкерлер әкімшіліктің маңындағы болатын кәсіпкерлермен біз хат жазып, әкімнің өзіне соң кейін солармен кездесіп, талқылап, қазір Алматыда 8 сенбі, жексенбі күндік ярмарка, айтады, жәрмеңке дейді ғой. Соны аштық. Біздің фермерлер, маңында тұратындар келіп, ешқандай қосымша ақша төлемейтін етпейді, орындары бар, орындары келіп, нетіп, даже азық-түлік тұрғындарға, халыққа жеңілдікпен сатылады. Олар өздері жеңілдікпен сатады. И Алматы тұрғындарына, оларға да енді жаңағы егер айтады ғой, біздің рынок бағасымен, егер помидор, қызғанақ, қиярдар жаз кезінде 300 теңге тұрса, мынадарки 220-250 теңге. Өйткені қазір көптеген ауыл шаруашылық саласының қызметкерлері, қожалықтар өз өнімдерін өткізуге проблемалар да бар. Ал орта жолда делдалдар пайда болады да, одан кейін ол тұрғындарға, халыққа қымбат бағамен сатылады. Бұл жерде бұл сіздердің кәсіподақ тарапынан және әлеуметтік әріптестердің арқасындағы бір қолдау. Бұл бір ғана Алматы қаласы. Ол енді бізде былай шын айтса, өте дұрыс айтасыз, Қайрат. Айтады, орысша айтқанда пилотный проект дегенде. Ол қазір өз нарығына, өз несіне қазір 10 жолмен келді. Қазір біз соны қайтадан пысықтап нетіп, енді аманшылық болса, мына келесі мына қазір сайлау өткеннен кейін, ауыл шаруашылығы өткеннен кейін, осы мына біздің қазір Қарашада мен өзім Алматы облысына, Жетісу облысына және Алматыға барып, жаңағы кәсіпкерлер, жаңағы біздің филиалдың төрағаларымен кездесемін. Және бүгін уже біз алда сөйлестік, Талдықорған қаласындағы енді Жетісу филиалдың төрағасымен, ары қарай Қабанбай Батыр аудандары бар, Сарқан, со жақтарға жергілікті жердегі барып, егін шаруашылығымен айналысатын. Солармен кішкене сұхбаттасып, қандай олардың тікелей кездесетін. Олардың мұқтажы қандай өзекті мәселелер. Ол енді мен өз басым со жаққа барсам, енді мен жаңағы айтады ғой, оңтүстік өндір жаққа, енді Алматы, Жетісу неге біздің кәсіподақ төрағасы Капель Егор Яковлевич 21-22 күні, ол уже мына Павлодар өңірі, Семей қазір Абай облысы мен Шығыс Қазақстанға барады. Дәл осындай сапармен
Содан кейін біздің салалық кәсіподақтың орынбасары Иманбаева Ләйлә Хабиевна аманшылық болса Ақтөбе, Атырау және Орал өңіріне барады. Одан кейін ол біздің жоспарымызда бәрі бекітілген, қандай жақсылықтар болды, қандай жамандықтар бар, қандай қателіктер бар түзету үшін біз енді аманшылық болса желтоқсанның 10-на таман жоспар бойынша біздің салалық кеңес өткіземіз. Сол кезде бәрі талқыланады. Әрі қарай шешу жолдары қарастырылды. Иә. Әлеуметтік әріптестермен соның ішінде шешу. Соның ішінде міндетті түрде қазіргі біз ауыл шаруашылығына, егер бұрын бізге министрліктер 3-4 бір-екі егер медаль, наградтарын беріп, онда қиналып беретіндей болса, биыл әр түрлісінен ауыл шаруашылығының салалық үздігі, одан кейін еңбек ардагері, который мынау үкімет беретін недерден 10 шақтан берді. Ол үлкен уже айтады, одар да біз жаққа бұрылып, қазір да одар енді министрліктен енді одар жаңағы осы біздің салалық келісімнің төрағалары ғой енді төрағасы болады. Рас біздің министрліктер, олар да қазір мына декабрьде тағы бір салалық келісім отырысын өткізейік деген уже қазір ондай ұсыныс өткізіп жатыр. Ол себебі жаңағы өзіңіз басында айтып кеткендей, біздің президенттің жолдауы бар, жаңағы әртүрлі қазір жақсы өзгерістер болып жатыр ғой. Соны біз қайтадан кіргізіп, ары қарай пысықтаймыз деп, сондай үмітіміз бар. Өте дұрыс. Қайынғазы Жаңабекұлы, сіз осы міне бір жылдан бері істеп жатырсыз. Осы салалық кәсіподақтың жұмыстары бір ілгерілеп келе жатыр деп айта аламын. Қазір өзіңіз айтқандай жаңа заман ағымына да қарайды, кәсіподақтың да қолдауымен де ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпорындар бастауыш кәсіподақ ұйымдарын құруға ынта білдіріп жатыр. Қанша бастауыш кәсіподақ ұйымы ашылды биылғы жылы? Енді ол енді айтады ғой, бізде енді өзіміздің кәсіподақ федерацияның белгіленген өзінің уақыты бар, несі бар. Қаңтар мен ақпанда біз енді отчет дейді ғой, бекітеміз. Сол кезде нақты қай ауыл қай жерде көбірек ашылғанын сол кезде біз білеміз. Сол кезде біз сіздерге баяндап береміз. Нақты жаңағы цифры дейді ғой. Бірақ қазір біздің өз білуімше көп облыстарда, аймақтарда бастауыш кәсіподақтар ашылып жатыр. Оның ішінде мына Астана қаласының егер өзінің филиалын айта кетсем, осы мына жуықта ауыл шаруашылығы зертханасы, осындағы бар жауабы шектеулі серіктестігі дейтін тағы басқалары бастауыш кәсіподақ ұйымын құрып, олар уже біздің мүше болып кіріп жатыр. Басқа өңірлерде де сондай ма? Да, басқа өңірлерде солай. Өте жақсы. Енді мына келе жатқан ауыл шаруашылығы қызметкерлерін өзіңіз бір құттықтап жіберсеңіз, қандай шаралар істейін деп жатсыздар? Марапаттау рәсімдері? Ал енді мына бізде енді ауыл шаруашылығы күні енді біздің өзіміздің салалық үлкен мерейтойымыз ғой. Сондықтан енді біз ауыл шаруашылығы салалық кәсіподақ әр өңірлерге өзін марапаттау, жаңағы төс белгілері мен медальдерін, алғыс хаттарын, федерация атынан алғыс хаттарын, министр атынан алғыс хаттарын мен грамоталарын біз өңірлерге жібердік. Аманшылық болса, олар уже ақырындап марапаттау рәсімдерін жүргізіп жатыр. Ол енді өз басым енді мына салалық кәсіподақтың өкілі ретінде және Астана қаласының филиалының төрағасы ретінде өзімнің әріптестеріме, кәсіподақ мүшелеріне, оның ішінде жұмысшылар да, жұмыс берушілер де бәрі бар ғой. Енді бәрілеріне осы мына келе жатқан мерейтоймен құттықтаймын, зор денсаулық тілеймін. Әрдайым біздің енді ауа райымыз тек қана қолайлы болып, жақсы жемістерге жетейік. Шығарған жақсы жемістерімізді жақсы айтады қоймасын болсын сақтайтын елдерімізге, халқымызға жеткізейік, өз бағасымен көп көтермей дегендей. Енді тек қана
жаңағы басында өзіңіз айтып кеткендей, президенттің қарашадағы жолдауына сәйкес неткенде ойлаймыз, енді өз басында ойлаймын, что біз жақсы жолда тұрмыз, жақсылыққа келе жатырмыз деп. Сондықтан еліміз тыныш болсын, бәріміз аманшылыққа осылай жылдан жылға осындай мерейтойларға жете берейік деп. Рахмет, Қайынғазы Жаңабекұлы, студияға келгеніңізге. Сізге де тағы мерекеңіз құтты болсын дейміз. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.